Сәлем достар, қалдерлерің қалай? Бүгін біз толықтай органиканың бірінші бөліміне қаныққан көмірсутектер, алкандар тақырыбына парафиндер деген тарапты бастан өтетін. Мен жаңа ғана осы конспект жазып бітіріп отырмын. Осы видео үшін жалпы толықтай осы жерде барынша білгенімді екінші қайдан көшірмей, бір сөзбен өзімнің миымда қалған заттардың бәрін салатын. Так, біріншіден түсінейік, алкандар бұл қаныққан, толықтай қаныққан көмірсутектер. Олардың жалпы ретті номер толықтай қаныққандықтан, оның төрт көміртек валентті болғандықтан, оның төрт көміртегі не дейді? Сутек жағынады. Мына жерде метанды көреді, ең қарапайым өкілі болып саналады. Мына жерде формуласы CnH2n плюс 2. Жалпы радикалдары болады оның. Мысалы, радикал метил, этил және тағы кете береді. Пропил дейтіндер кете береді. Осы жерде минус бірақта бір сутек болады. Өйткені ол жалғанады. И жалпы қаныққан көмірсутектер физиология қасиетін тез айтып жіберейін да, өйткені барынша уақыттасы бізде газдарды жалпы бізде С4-тен басталады, С1-ден басталады, метаннан С4-ке дейін, бутанға дейін. Жалпы мына жерде бірақта бізде айтпастан бұрын атты қалай аталады. Мына жерде алкан деп тұр ғой, алкан, еще достар, К деген достар. Н деп ойлап, басқаша бір буква деп ойлап қалмаңдар. Мына жерде ан деп тұрғандықтан, екі жалпы жалғаны ан болғандықтан жазылады. Алкан, мысалы айтсақ, метан. Мысалы айтсақ, метан. Ан дейтін жалғаулар жалғана береді бәріне. Этан, пропан, бутан, пентан, кете береді до конца, онға шейін. Жалпы бірден бастап 4-ке шейін газ, 5-тен бастап 15-ке дейін сұйық, 16-тан бастап бесконечностьке дейін қатты болып кетеді. Олардың физика қасиеті тағы айтсақ, сұйық, жалпы түссіз, иіссіз, газ, жалпы ерімейтін, жеңіл, жалпы жанғыш болып кетеді. И жалпы метан, жалпы бастапқы өкілі болғандықтан, ол туралы көп информация бар. Оның бірінші аты батпақ, жалпы кен газы деп атаймыз, шахтерлар, қасшау дейміз, оны шылшық газы дейміз, батпақ газы дейміз. Не үшін? Өйткені ол батпақ жерлерде пузырьк болып шықпады, солардың осы алкан. Алканның бір өкілі метан. Радикалдар собаны айтып кетті. И жалпы олардың өздерінің атауы бойынша олар жалпы sp3 байланыс бұрышын құрайды. Гибридтену түрі sp3 тетраэдр тәрізді пішінде. И жалпы байланыс ұзындығы 0,154 нанометр болып келеді. И жалпы оның бағанағы айтып кеткен 109,28 бұл бізде алкандардың байланыс бұрышы болып келеді. Соған байланысты олар тетраэдр пішінде үстінде болып келеді. Жалпы ол табиғи көзі, ол табиғатта қай жақта жөнеледі десек, ол мұнайда, табиғи газда. Табиғи газдың өзінің орнында ол 80 және де 97% құрайды. Жалпы оның соны түсініп алдық, физиологиясы түрін және де оның бөлінуі қалай жүретін. И теперь реакциялар. Реакциялар өте маңызды. Жалпы алкандар қаныққан болғандықтан ол қосылу реакциясына түсе алмайды. Бір сөзбен олар реакцияларға орын басу, тотығу, мысалы айырылу дейтін реакцияларға түседі олар. Мысалы біріншісі галогендену дейік. Галогендену мысалы бізде CH4 ең бірінші метанды алайық. Жалпы метан хлормен әрекеттескенде мына жерде метил, уже метан болады десімдей, бірақта хлорметан. И қараңдар, мұнда хлор қосылса да бір хлор ғой, монохлор деп айта беруге болады, но бірақта мұнда екеу болса, уже екі хлор болса, ди дейтін жалғау болады. Хлор. Ди дейтін. И бәріне де мысалы изомерлер түрінде мысалы айтсақ, тағы көміртек изомерлер екеу болса, мысалы 2 метил болса, мына жерде 2 метил сөйтіп кете береді. 2 метил, диметил деп кетеміз, түсіндер ме? Ода көз қосылатын 1 дейтін моно, 2 дейтін ди, 3 дейтін три, 4 дейтін тетра. И сөйтіп кете береді ары қарай. Жалпы сосын H хлор. Өткені ол жерде алмасып жүріп жатыр. Алмасып бір хлор мына жаққа, екінші сутек осы жаққа. Сол арқылы мына жерде H хлор түсіреді. Дегидрилеу реакциясы, жалпы дегидрилеу реакциясын айтсақ, осы жерде сутегін ығыстырып жібереді. Бір сөзбен гидрлеу дейтін сутек қосу, ал де дейтін жалғау болса уже ығыстыру.
сутекті бір сөзбен қуып жіберу. Мына жерде сутек газ бөлініп шығарады әрбір реакцияға да. Крекингтеу уже температура қатысында ол симметриялық және де симметриялық емес крекинг деп бөлінеді жалпы өзі. Бірақ та крекинг жалпы өзін мына жерде бізде бутанды алсақ, бутан крекингді симметриялық жүреді. Сонда мына жерде 2 көміртек, анда-санда 3 көміртек, 4 көміртек екеуі айырмашылық болуы мүмкін, түсінді ме? Так, нитрлеу болса бізде мына жерде алмасады. Мысалы, OH пен сутек алмасады. Осылай көрсеттім, мына жалпы азот қышқылы жалпы сөйтіп реакция түскенде бізде мұнда нитро туынды түседі, нитро радикал болып келеді мына жерге, дәл сондай метил сияқты. Мына жерде сонда мына жерде су түсіледі, су қосалқы зат болып, ал жалпы нағыз біздің өніміміз бұл этан, нитроэтан. Келесі мына жерде реакцияларында изомерлену реакциясы бар, өте бізге керек, и жалпы оларды реакция барысында ол қолданады. Изомерлену реакциясы бізде ол жерде катализатор алюминий хлориді қатысында 3 валентті. Соған байланысты ол реакцияда 100 градуста жүреді. 100 градустың кезінде, мысалы, натурал бутан болса, натурал бутан изомері жалпы метил пропан изобутан түсіледі. Жалпы изомериясы өзі 4-ші қаңқадан бастап төміртектің бутанынан бастап, бір бутанның өзі осы тек қана изомері бар. И жалпы келесі осы жерде вирус реакциясы бар. Вирус реакциясы бізде мына жерде көрсетілген натрий қосады. Вирус реакциясы ең қызығы мында 2 еселенеді. Көміртек соған байланысты мында 2 еселенген көміртек пайда болады. И соған натрий хлордың алдында 2 еселейміз. Келесі айтсақ, мында тотығу реакция білеміз, оттек түсіріледі, оттекпен қатысында мына жерде су түсіріледі және де көмірқышқыл газ түсіріледі. Жалпы осы жерде бұл бізде айтсақ, бірде 2 қатынаста жүрсе, ол өте қауіпті. Жалпы өйткені сол кезде метан өте қатты жалынды, жалпы шахтерларды қарсы жауы болғандықтан ол жерде жалпы қатты түрде жалын түсіріледі бір сөзбен. Келесі айтсақ, мына жерде алыну жолдарын гидрлеу жолы. Мысалы айтсақ, простой көміртекті гидрлегенде CH4 шығады. Ол логично, да? И жалпы сосын тағы гидрлеу болады, тағы бір түрі, ол уже мысалы мына жерде этенді алып, сосын оны сутек қосылғанда ол этан алынады. Жалпы мына жерде мына жерде алюминий карбидін су қосқанда жалпы алюминий гидроксиді тұнба түсіледі, и және де газ метан түсіледі. Осының бәрін жатталу керек енді мына 2 реакциясын. Қалғандарын былай түсіну болады. Мына жерде сосын келесі мұнда сірке қышқыл көрсетілген, сірке қышқыл натриймен, сол кезде оған сутек жалпы күйдіргіш натрийді қоссақ, натрий сілтісін, натрий OH, гидроксидін жалпы осы жерде метан газы түсіледі де, и мына жерде бізде натрий NO3 түсіреді. Осы жерде қалай механизмі өте оңай жалпы, бірақ та оны жатталу керек. Натриймен реакцияда 2 натрий түсіреді. Соған байланысты мына жерде коэффициентін қойып кеттім. Мына жерде 2 натрий болады. 2 натрий алмасқаннан кейін OH мына жерге келеді, и соған байланысты сөйтіп жүреді реакция. Осының бәрін бұйырса, кімге қызық, кімге ең бастысы ұнап тұр осы конспект, свободно мен чек-листін алуға болады осы конспектімнің. Осы телеграм каналдың астында, парақшасының астында телеграм канал бар, сол арқылы бесплатно ала бере аласыңдар. Пожалуйста, сендерге барынша көмектестім деп үміттенемін. Алгандардың хоть өзім түсінген бойынша жазып алдым тезис, и сендерге барынша өзім түсінген бойынша жаздым. И мында жалпы алгандар түсіну барысында біз нені түсінуіміз керекпіз? Алгандар қаныққан көмірсутектер, поэтому қосылу реакциясы түспейді.